Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, видеоларыма лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Және де достарыңызбен әлеуметтік желілерде бөлісіп отырсаңыздар өте тамаша болар еді. Мен бүгін сіздермен осындай қытырлақ баклажанмен жасалынатын тағы бір салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін ең алдымен бір баклажанды алып, осылай ортасынан бөліп аламыз, яғни төртке бөлеміз ұзыннан, және де осылай турасаңыздар да болады видеодағыдай, немесе кәдімгідей тікесінен турай берсеңіздер де болады. Осылай ірі қылып, тек ең бастысы уақ қылып жібермеңіздер, ірілеу қылып осылай турап аламыз. Және де үстіне тұз салып, су құйып, батып тұратындай суды салып, кәдімгі салқын суды құйып, осылай жарты сағатқа, яғни 30 минутқа қойып қоямыз. Бұдан кейін тауықтың төсетін аламыз, 200 граммдай тауықтың төсетін жіңішкелеп турап шығамыз. Өздеріңіздің қалауыңызша, бірақ осылай жіңішкелеп видеодағыдай турайсыздар да бір ыдысқа салып, қазір бұл тауық төсетін біз маринадтап қоятын боламыз. Енді міне осылай барлығын турап алдық. Енді осылай 2 ас қасық жүгері крахмалын, 1 жұмыртқа, және тұз, бұрыш, қара бұрышымызды, және соя соусынан 2 ас қасық құйып, осылай тауықты маринадтауға қойып қоямыз. Бір 15 минут маринадталса жеткілікті, 15-20 осылай кішкене қоя тұрасыздар. Енді міне баклажанымыз 30 минут суда тұрды. Баклажанды енді мен қазір осылай салфеткамен шығарып құрғатып аламын. Үстінде салфеткамен жеңілдеп, өздеріңіздің сүлгімен құрғатсаңыздар болады кәдімгідей. Осылай қылып жақсылап тұрып құрғатып аламын да, бір ыдысыма салып, қазір үстіне жүгері крахмалын салып араластыратын боламын. Енді қазір бұл баклажанды біз қуыратын боламыз. Ол үшін майымызды қаттырақ, жақсылап тұрып қуырылып тұрған болу керек. Дұрыс қызбаған майда баклажан майды сорып алады. Сондықтан осылай әбден қызған майға баклажандарымызды салып, үнемі былғай отырып, барлық жағы қызарғанға дейін қуырып аламыз. Кәдімгі қытырлақ, қып-қызыл әдемі баклажандар шығады. Міне баклажаным қуырылып жатыр. Міне тауық еті менде маринадталып тұрғам. Қазір баклажаннан кейін осы тауық етін қуыратын боламын. Өте баклажандарды бұл салатты жалпы столға қояр алдында әбден қонақтарыңыз отырар кезде араластырып қоя қойсаңыздар, өте дәмді, қонақтарыңызға ұнайтын, сөзсіз керемет салат шығары анық. Міне осылай барлық тауығымды салып болғаннан кейін жақсылап тұрып, бір 5 минуттай қуырамыз. Тауық еті жақсылап піседі, өте дәмді болады. Міне осылай қуырылып, қызары әбден қуырылғаннан кейін, бір 5-6 минут қуырылғаннан кейін бұл тауықты да сүзіп шығарып аламыз. Міне тауық мен баклажаным дайын. Енді мен салатым дайындауға кірісемін. Осылай 2 қиярымды жуып алдым. 2 басын алып тастағаннан кейін бөліп, бұны да жаңа баклажан сияқты қылып турадым. Сіздер де тікесінен турай берсеңіздер де болады. Міндетті түрде осылай турау керек емес, бірақ ірілеу қыласыздар. Уақ болып кетпеу керек. Және де помидорды да осылай ірілеу қылып бөліктерге бөлесіздер. Егер черри помидор алсаңыздар, онда тек ортасынан бір бөлуге болады. Осылай барын бөліп помидорларды салдым. Енді үстіне листияны, мен 2 листияның 2 жапырақты алып, осылай қолмен бөлдім. Егер сіздер көбірек болғаны қаласаңыздар, 3-4 листияда, яғни 3-4 жапырақты да осылай бөлуге болады. Оның үстіне баклажанымды және де тауығымды салдым. Енді шамамен 2 ас қасықтың шамасында майонез. Мен көзбен салып тұрмын. 2 ас қасық майонез, толған ас қасық. Және қара бұрышымды, тұзымды, және де паприканы, сондай-ақ соя соусын тағы да 2 ас қасық осы жерде құйып жібереміз. Тұзды сондықтан сәл аз салыңыздар, себебі сояның құрамында да тұз бар. Енді осыны әбден жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл салаттан менде 2 средний тарелкаге шығатындай, ол көлемнен 2 средний тарелкаге шығатын құрам шығады. Әбден осылай жақсылап араластырып алып, оны 2 тарелкаге қазір үйіп тұрып, төбесін шайтып тұрып саламыз.
өте дәмді шығады. Негізі дастарханға сәл отырар кезінде ауыз ашарға жасайтын болсаңыздар, нағыз ауыз ашылып әбден су ішіп дастархан қонақтарыңыз отырып жатқан кезде тек осылай араластырып апара қойсаңыздар, бұған дейін араластырмай бай дайындап турап қоюға болады ғой. Содан кейін үстіне осылай әдемілік үшін мен творожный сыр салдым. Творожный кез келген сыр салуға болады, яғни креметті, милетті, қазір савушкин түрлері көп қой. Болмаса кәдімгі фетаксы сыры бар ғой, соны кесіп үстіне қойып жіберсеңіздер де болады, төрт-бұрышлап. Өте дәмді, өте керемет, хрустящий, кәдімгі баклажан қытырлап тұрған күшті салат болады. Дәмі дейтін ерекше болады.